Биыл Қазақстанның білім беру саласында төңкеріс жасаған ұлы тұлға Темірбек Жүргеновтың туғанына 125 жыл толады. Өткен ғасырдың 30 жылдары темір нарком атанған Темірбек Жүргенов Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы оқу-ағарту, мәдениет және әдебиет салаларын өркендетуге өлшеусіз үлес қосқан көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Есімі иісі түркі жұртына таныс Темірбек Жүргеновтың 125 жылдық мерейтойына тұңғыш президентінің тарихи мәдени орталығында ұйымдастырған іс-шараның мақсаты жастарды халқымыздың біртуар ұлының өмірі мен қайраткерлік жолымен таныстыру арқылы оларды өз ұлтына деген сүйіспеншілікке, елжандылыққа тәрбиелеу болып табылды. Іс-шараға Теміртау қаласының аналар алқасының мүшелері мен Теміртау орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің кітапханашылары, Теміртау жоғары политехникалық колледжі, көп салалы мирас колледжінің студенттері мен қала мектептерінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері, Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп лицейі мен қыздар гимназиясының оқушылары қатысты. Шараның барысында Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп лицейінің мұғалімі Ғани Есболов ұлттық руханиятымызды дамытуға өлшеусіз үлес қосқан халқымыздың біртуар тұлғасының өмірі мен қайраткерлігі жайлы мазмұнды баяндамасын таныстырып, соңынан Темірбек Жүргеновке арнаған жүрек жарды өлеңін оқыды. Ал Теміртау орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің кітапханашысы Айгүл Досымова өз баяндамасында халқымыздың дара тұлғасы Темірбек Жүргеновтың публицист, тіл жанашыры ретіндегі қырын кеңінен тоқталды. Шара соңында құрметті ұстаз Тағрифа Әбдуахитова шараға қатысқан студенттер мен оқушыларды Темірбек Жүргеновтей халқымыздың біртуар ұлының өмірі мен шығармашылығымен жақсы таныс болуға кеңес берді. Сондықтан да Алаштың арыстары халқымыздың біртуар тұлғалары жайлы мұндай шараның тәрбиелік мәні зор екендігіне тоқталды.